Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Менің есімім Арылбек Алтажанов. Мен сіздерге арнап ағылшын тілінен марафон жаздым. Бұл марафонда қысқаша ағылшын тілінен шолу жасаймыз. Алдымен біз осы ағылшын тілін үйренбес бұрын бізге ағылшын тілі неге керек? Яғни бізде мектепте көп баяндалмады ағылшын тілінің пайдасы туралы, яғни былайша айтқанда қолданылу туралы айтылмады көп. Ағылшын тілін сондықтан бізге үйрену қиындау болды. Сол тақырыпқа кішкене уақыт бөлсек жөн болмақ. Ағылшын тілі пицца деп алатын болсақ, ол бөліктерден тұрады. Яғни оқуға қатысты ағылшын тілі, саяхатқа қатысты, бизнеске қатысты ағылшын тілі, технология, экономикаға қатысты өзінің ағылшын терминдері, тілдері бар. Яғни сіз қай салада болсаңыз, сол салада қолдану үшін ағылшын тілін үйренсеңіз, сізде тиянақты, бәрі түсінікті, әрі ағылшын тілін үйренуіңіз қызықты әрі жеңіл болмақ. Жалпы бүгін марафонның жоспарын айтатын болсақ, марафон 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе, яғни біз бірден сабаққа кіріспей, үйрену туралы айтатын боламыз. Яғни жоспар туралы айтатын боламыз. Кішкене танысамыз. Жалпы үйренуіміз жемісті, тиімді болу үшін сондай техникалармен танысамыз. Яғни бұл былайша айтқанда сізге қосымша ақпарат болмақ. Дайынсыздар ма? Кеттік. Әуелі өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Арылбек Алтажанов. Слайдтың басында айтқанда, менің есімім Арылбек Алтажанов. Мен Америкада 5 жылдан көптеген уақыт болдым. Қазақстанда Назарбаев университетінің магистратура саласын бітірдім. Қазір уақытта шетелдік мекемеде жұмыс жасап жүрмін. Осы уақытқа дейін ағылшын тілінің маған берген пайдасы өте көп. Сенбесеңіз, мына жақта қарасаңыз, Америкада Назарбаев университетінде қазіргі жұмыс, сонымен қатар волонтерлық жұмыстарда белсенді болдым. Сонымен қатар ағылшын тілі одан да көп пайдасын тигізіп жатыр. Тіпті қазірдің өзінде, мысалы алатын болсақ, онлайн курстар бар ғой, программа қатысты, кез келген тақырыпта ағылшын тілінде сапалы, құнды материалдар табуға болады. Әлемде 1 миллиардтан көп адам, яғни ағылшын тілі бұл ең көп сөйленетін тіл болып табылады. Тіпті Қытай тілінен де көбірек қолданылады. Сондықтан ағылшын тілінде ақпарат көп, ағылшын тілінің беретін пайдасы, яғни ақпарат көп болғасын, ол жақта сапалы дүниеде табу жеңілірек. Яғни мазалаған сұрақтарыңызға, мысалы Google-дың өзінде жазатын болсаңыз, ағылшын тілінде бәленбай миллиондаған жауаптар шығады. Кеттік. Енді кіріспе. Кіріспе бізде мектепте айтылмаған құпиядан басталады. Яғни бізге мектепте, жалпы мектептің системасы, бұл жерде ешкімді, мұғалімдерді кінәлап жатқан жоқпын. Жалпы мектептің системасы адамдарды, өзіңіз білетін боларсыз, жалпы адамды креативті қылып, тәуелсіз қылып тәрбиелейтін болса, онда басшыларға тиімсіз болуы мүмкін. Жалпы мектептің бастапқы құрылу негізі ол сіздердің мықты болып кетуіңізді көздемейді. Яғни сізді жаттап, айтқанда тыңдатып, сондай қылып тәрбиелейді. Бірақ тереңірек іздеген адам қосымша білімдерді табу арқылы, тереңірек үйреніп, неге деген өздеріне дұрыс сұрақ қою арқылы ізденеді. Соған байланысты біз үйрену әдісі туралы, үйренетін құралымыз ми туралы және кішкене ғылыми көзқарасты қарастыратын боламыз. Кішкене шошып кетпеңіздер, бұл тек қысқаша ақпарат, сабақты бастайтын боламыз. Бірақ осы сабағымыз жемісті әрі тиімді болу үшін осы ақпарат өте қажет. Өкінбейсіз. Сонымен кеттік. Ми салмағы шамамен 1,3 килограмм, бірақ ол салмағы бойынша басқа дене мүшелерінен салмақ бойынша 10 есе көп энергия жейді. Яғни бұл не дейміз? Яғни біз миды көп қолданамыз, шешім қабылдаймыз, күнде бәленбай миллиондаған шешім қабылдаймыз.
мүмкін мыңдағыдай көптеген шешімдер қабылдаймыз күнде. Сонымен қатар тағы да факт айтады ғой бізде екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой. Сол сияқты бізде бір уақытта екі істі істеу ол ғылыми тұрғыдан ол мүмкін емес. Ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Яғни бұл қысқаша қызықты факттер ми туралы. Кішкене бізге тереңірек сәл үңілейік. Біз жалпы ақпарат үйрену барысында осы мида қалай мида бізде нейрондар дегенді естіген боларсыз. Осы нейрондар бәленбай миллиардтаған нейрондар бар. Олардың бірігуі, олардың бір-біріне байланыс арқылы бізде ақпараттар яғни сақталады миымызда. Сол ақпаратты сақтайтын нәрсені бұл синапс деп атайды. Жай ғана есіңізде болсын. Тағы да айтамын, бұл қысқаша ғана ақпарат. Сондықтан қатты өзіңізге жаңағыдай шошып кетпеңіздер. Бірақ пайдасы болары сөзсіз. Сонымен негізгі тақырып үйренуге оралайық. Ағылшын тілін үйренуге оралайық. Ағылшын тілін үйрену барысында, жалпы үйрену барысында миымыз екі жағдайда болады. Фокусты және босаңсыған жағдай. Осы екі жағдайдың алмасу барысында миымыз үйренеді. Яғни мысал келтіретін болсақ, құрылысшы үй салатын кезде де бірінші оны құрылысы жаңағы үйдің қабырғасын салып, кейін оның кебуіне уақыт бөледі. Сол сияқты бізде фокусты жағдайда бір ақпаратты мысалы кітап оқығаннан кейін, сабаққа қатысқаннан кейін демалып, қорытып тұруымыз керек ойымызды. Яғни мысал келтіретін болсақ, босаңсыған жағдай бұл жай ғана тынығу, жүгіріп келу, не болмаса әсіресе саяхат барысында адамға жаңа идеялар келеді. Яғни жаңа инсайттар келеді. Сол сияқты бізде үйрену барысында кішкене демалып тұруымыз қажет. Осыған қатысты бір тамаша әдіс бар. Ол әдіс бізде помодоро әдісі деп аталады. Мысалы, помодоро әдісі бойынша сіз 25 минут фокусты жағдайда ағылшын тілін оқисыз. Мысал алатын болсақ, кейін 5 минут тынығасыз. Осыны 3 рет қайталайсыз. Яғни фокусты жағдай барысында ешқашан алаңдамау керек, сотканы өшіріп қою керек деген сияқты. Соған қатысты тағы бір нәрсе бар. Прокрастинация, ол деген кейінге қалдыру, мысалы сотканы қарап кету деген сияқты. Онымен күресу үшін сізде алдын ала дайындық керек. Оқитын орныңыз, оқитын жеріңіз дайын болу керек, таза болу керек, өзіңе ұнайтын болу керек. Сонымен қатар сізге маза келтіретін, сіздің мазаңызды алатын дүниелерден аулақ болуыңыз керек. Сонымен қатар қазір кішкене негізгі сабақты бастауға. Бірақ кіріспе сабақ, кіріспе бөлім, сондықтан сәл шыдаңыздар, пайдалы ақпарат болып жатыр деп үміттенемін. Ең маңызды нәрселердің бірі бұл біздің қабылдауымыз, яғни ойлауымызды ағылшын туралы түсінігіміздің мотивация, былайша айтқанда. Егер адамда мотивация болмаса, көзқарасы дұрыс болмаса, ол ағылшын тілін жақсы үйренбейді. Яғни жаңағы әдіс, мотивация, біздің ойлауымыз барлығы осы біздің ағылшын тілін үйреніп кетуімізді тездетеді, тиімді қылады. Соған байланысты бір қалай ағылшынша үйренемін деп өзіңізге сұрақ қойсаңыз болады. Көп адам орта жолдан тастап кетіп жатады ағылшынша үйренуді. Себебі ең үлкен себебі олар ағылшын тілін біріншіден дұрыс ойламайды. Себебі ағылшын тілін олар целиком ойлайды, сосын ол қиын болады өзіне. Оны қиындатпау үшін адам ағылшын тілін бөлшектерге бөліп, әр бөлікке мән беру қажет. Яғни жоспар құру қажет. Яғни күнделікті істейтін мысалы бүгін 3 сөз жаттаймын деген сияқты өзіне
сондай оңай бөлшектерге, мағыналы түсінікті бөлшектерге бөлу қажет. Сол кезде ағылшын тілін сонда сіз ағылшын тілін үйренемін деп емес, күнде осыны істеймін, сол арқылы ағылшын тілін сондай бір жаңа деңгейге жетемін деген сияқты сізде бір дұрыс мақсат, дұрыс мышление болу қажет. Яғни сіз былайша айтқанда продуктке емес, яғни бүкіл ағылшын тілін емес, процеске, яғни жоспарға мән беруіміз қажет. Түсінікті ғой? Мысал келтіретін болсақ, жоспарға 3 айда ағылшын тілінде жаңа деңгейге өту жоспарын қояйық. Мысалы, ағылшын тілін 4 бөлікке бөлейік та: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу. Бірінші айда мысалға оқу бойынша осындай жұмыстар, жазу бойынша осындай тапсырмалар, тақырыптар деген сияқты сізде сондай бөліктер бөлу керек. Оны ары қарай аптаға, күнге бөліп, күнделікті тапсырмаларыңызды анықтап, өзіңіздің жаңағыдай нәтижеңізді бақылап, өзіңізге жаңағыдай сыйлық жасап деген сияқты мотивация беріп, сөйтіп сондай бір процеске, жоспарға мән берген кезде сіздің ағылшын тіліңіз үйренуіңіз намного интересно, лучше болады деп орысша айтып жіберейік. Сонымен тағы бір тақырып, негізі сабақты бастамас бұрын кіріспенің ең соңғы бөлігі бұл қайталау. Біз ағылшын тілін үйрену барысында қайталап тұруымыз қажет. Әйтпесе бізде миымыз тез ұмытып кетеді. Мысалы, графаны қарасаңыз, бір күннен кейін уже сіз 20% ұмытып кетесіз өткен тақырыптан. Сондықтан бір күннен кейін қайталау керек. Сол сияқты 3 күннен кейін қайталау керек, 6 күннен кейін қайталау керек. Және 1 ай және 6 айдан кейін қайталасаңыз, сіздің миыңыз, мидың өзі сондай бір 2 бөлшектен тұрады: қысқа мерзімді сақтау және ұзақ мерзімді сақтау. Сіз ағылшын тілін алғаш үйрену барысында сіз қысқа мерзімге сақтайсыз. Оны сіз қайталау арқылы, ағылшын тілі өмірлік білім болғандықтан сіз оны ұзақ мерзімге сақтауыңыз қажет. Сондықтан сіз оны қайталау арқылы ұзақ мерзімге сақтайсыз. Мысалы, сізде атыңыз, анаңыздың аты, еліңіз сияқты ақпараттар сізде ұзақ мерзімге сақтаулы, себебі оларды сіз қайталап жүрсіз. Сондықтан ағылшын тілінде солай қайталап тұру қажет. Кеттік. Күшті жеріне келдік. Так, жай сөйлем. Сөйлем. Ағылшын тілінің жаңағыдай ең негізгі сүйегі бұл сөйлем. Яғни манағы бөлшектерді біріктіретін, жалпы бүкіл әлемде ағылшын сөйлейтін адамдардың ортақ нәрсесі бұл сөйлем. Егер сіз сөйлемді құрай алмасаңыз, сіз ағылшынша сөйлей алмайсыз. Сондықтан сөйлемнің құрылымын білу қажет. Сонымен сөйлемнің құрылымы бізде неден тұрады? Мектепте есіңізде болар, біздің қазақ тілінде қақса өттік қой, зат есім, сын есім, етістік, сол қазір пайдаға сайып тұр. Мән беріңіздер. Бірінші ол етістік, яғни verb деп аталады. Қызылмен боялған. Жазып алыңыздар дәптеріңізге, ручка қағаз алып. Екіншісі ол subject, яғни зат есім, бастауыш, яғни әрекетті жасаушы. Үшіншісі бұл details, яғни қосымша ақпарат, детальдар, орысша айтқанда. Қосымша, яғни детальдар. Төртіншісі бұл жұрнақтар. Ағылшынша preposition деп аталады. Түсінікті ғой. Мысалы, ағылшын тілінде, қазақ тілінде жұрнақтар ағылшын тіліндегідей емес. Қазір оны көретін боласыз алдағы слайдтарда. Сонымен бұл сөйлемнің, былайша айтқанда, бөлшектері. Мысалы, сөйлем 4 бөлшектен тұрады деп алатын болсақ, соның 4-і осылар. Енді біз сөйлемде қалай табамыз бұларды? Кез келген сөйлемде осыларды іздеуге болады. Мысалы, бір сөйлемге біз не болды деп сұрақ қоя аламыз. Сол арқылы біз етістік табамыз. Яғни біреу мысалы төбелесті, я болмаса біреу жазды, біреу ұйықтады, біреу ішті, біреу сөйледі деген сияқты іс-әрекеттерді анықтаймыз. Кез келген сөйлемде біз бірінші етістікті анықтауымыз қажет. Яғни оны қызылмен бояп қоямыз. Екіншісі бұл сол етістікті, яғни амалды жасаушы, яғни бастаушы. Мысалы, мен бардым. Бардым бұл жерде әрекет, яғни бұл verb болады, етістік болады. Ал мен
мен әрекетті жасаушымын, яғни жасаушы, яғни кім деген сұраққа жауап береді, яғни мен subject боламын. Көрдіңіз ба? Мен мысалы мен бардым деп арқылы мен жай сөйлем құрап тұрмын. Мен бардым да, мысалы бардым деген етістік, мен бастауыш. Яғни verb, subject, түсінікті. Сонымен қосымша ақпарат, мысалы айтатын болсақ, I go to school. Естеріңізде бар шығар, I go to school. School бұл жерде қосымша ақпарат болып тұр. Ал go ол мен мектепке барамын. Жалпы I go to school мен мектепке барамын. Бірінші етістік табайық, бұл go. Сосын I. Бұл жерде subject, мен қайда барамын, бұл қосымша ақпарат. Яғни қайда деген сұраққа жауап беріп тұр. Түсінікті. Ал төртіншісі ол prepositions, яғни жұрнақтар. Яғни бізде қазақ тілінде жұрнақ мектепке, ке деген жұрнақты, ал ағылшын тілінде to деген жұрнақ болады. Яғни жұрнақ ол бөлшек тұрады, бөлектен тұрады. Қазір алдағы слайдтарда көрсететін боламын. Сонымен мысал ретінде мына жай сөйлемді біз талдайық. Бірінші не істейміз? Бірінші мына слайдта айтқандағыдай біз етістікті табамыз. Қалай табамыз? Сұрақ қою арқылы. I drink milk. Бұл сөйлемнің аудармасы drink ішу, milk сүт. Яғни мен сүт ішемін. Мен сүт ішемін. Так, бізде сізге бір ескерту, сабақ барысында жалпы сөйлем құрау, жай сөйлем, яғни сіз бастап жатсыз ағылшын тілін, сондықтан сіз әуелі тек қана осы беріліп жатқан ақпаратқа мән беріңіз. Грамматикалық қате, жалпы күрделі нәрселерді әзірге ойламаңыз, миыңыздан алып тастаңыз. Грамматик қателер болса бола берсін. Ең бастысы жай сөйлемді құрып үйрену керек сізге. Мағыналы болса болды. Сондықтан жаңағыдай етістіктің шақтарына әзірге бас ауыртпаңыз. Сонымен біз сұрақ қоямыз. Не болды? Ішу. Яғни біз етістікті табамыз сөйлемде. Яғни drink бізде ішу, яғни ол verb. Екінші не істейміз? Subject. Subject ол I. Кім ішіп жатыр? Кім жасаушы? Мен ішіп жатырмын. Мен ішемін. Яғни бұл бастауыш. Үшінші milk та. Milk не болады бұл жерде? Бұл қосымша ақпарат. Яғни нені деген сұраққа жауап береді? Мен сүтті ішемін. Түсінікті ғой. Осылай біз сөйлемді талдаймыз. Енді келесі сөйлем талдайық. I go to Ақтау. Так, бұл жерде бізде не қандай? Бірінші не табамыз? Бірінші, слайдта айтқандай, етістікті verb табамыз. Қалай табамыз? Сұрақ қоямыз. Не болды? Кетті, барамын, барды. Яғни go деген бұл жерде етістік бізде. Қызылға бояймыз. Сұрақ қою арқылы табамыз. Келесі қандай сұрақ қоямыз? Кім жасаушы? Яғни келесі сөзді subject табамыз. Естеріңіз болса, subject ол бастаушы, жасаушы, кім не деген сұраққа жауап береді. Кім жасаушы? Кім? Мен. Кім барады? Яғни мен барамын. Ал қайда деген ол қосымша ақпарат. Қайда? Ақтауға. Ал to деген бізде preposition, яғни жұрнақ. Түсінікті. Осылай бізде алғашқы сабағымыз жай сөйлем, яғни біз жай сөйлемді практика, бұл жерде тоқтап қалмай, күнде практика жасай беру керек. Осылай сөйлемдерді талдау керек, миымызға қонғанша қайталай беру керек. Манағыда айтқандай, сөйлемді қайталай беру керек. Сөйтіп бір күн сайын, 3 күн, 6 күн, 1 ай, 6 ай деп. Так, сіздерге тапсырма. Күнде 3 сөз жаттаңыздар. Мақсат, 3 сөз жаттаудағы мақсат жай сөйлем құрау. Мысалы, school close. Бұл жерде грамматикалық қателерге мән бермеңіздер. Басында осылай тек мағына болса болды. Кейін алдағы апталарда грамматикаға мән берсек болады. Мысал келтіретін болсақ, milk, subject, болмаса зат есім, noun деп аталады зат есім ағылшын тілінде.
ескеріңіздер, бұл жерде біздің правила бойынша бұл жерде біз зат есім деген жоқпыз, бастауыш дедік. Яғни зат есімнің өзі бізде қосымша ақпарат болуы мүмкін. Мысалы келтіретін болсақ, мына жерде milk зат есім, бірақ қосымша ақпарат. Түсінікті ғой? Бұл subject емес. Бұл detail. Бұл қосымша ақпарат. Нені деген сұраққа жауап беріп тұр. Түсінікті ғой? Сондықтан milk ол зат есім, drink verb. Күнде 3 сөз жаттаңыздар, сол арқылы сөйлем құраңыздар. Жай сөйлем. Мағынасы болса болды. Солай практика жасаңыздар. Егер сонымен біздің ағылшынша марафонымыз, яғни бүгінгі сабақ соңына таяп қалды. Сіздерге айтарым, егер ағылшын тілін курсқа жазылғыларыңыз келсе, ағылшын тілін үйренуді бастағыларыңыз келсе, өзіңіздің деңгейіңізді анықтап алыңыз. Деңгейді анықтау маңызды, себебі точка А мен точканы Б-ны білген кезде сіздің жұмысыңыз нақты болады. Яғни қандай уровеньге барасыз, қайдан барасыз, қалай барасыз деген сияқты сұраққа жауап беру керек. Сол кезде бәрі жақсы болады бұйырса. Сондықтан ағылшын тілінен деңгейіңді анықтап алға бас. Сонымен сабақ бойынша сіздерге сұрақтар. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз, сіз сабаққа жақсы қатыса отырдыңыз. Ми туралы не білесіз? Айтып кеттік, мидың салмағы 1,3 килограмм. Ми жалпы күрделі құбылыс, көп энергия жейді. Біз миға байланысты үйрену барысында ми екі жағдайда болады. Фокусты және босаңсыған. Прокрастинация туралы айттық. Қайталаудың маңыздылығы туралы айттық. Себебі ми ұмытып кетеді. Ағылшын тілін кілт деп алса, қандай есікті ашатын едіңіз? Мысалы, біреу жұмыстың есігін ашу мүмкін, мектептің есігін ашады, компьютердің есігін ашу мүмкін, білімнің есігін, не туралы білім, мысалы, өзіне қатысты керек білімнің есігін ашады. Жай сөйлем неден тұрады? Subject, verb, preposition, detail. Preposition дегеніміз не? Олар жұрнақтар. Жай сөйлемге мысал келтір және талда. Талдап көрсеттік, тағы да қайталаңыздар. Ағылшын тілін үйреніп бастауға дайынсыз ба? Бәрі өзіңізге байланысты. Сенімді болыңыз, алға басыңыз, жетістіктерге жете беріңіз. Баршаңызға рахмет.